Гүлвира Ибраева және New Zone сіздермен бірге эфирде. Сағындыңыздар ма? Мен де. Бүгін мен сіздерге зайырлы хабар әлемінен қызықты жаңалықтардың кезекті бөлігін әзірледім. Біз бәріміз әртістердің өмірін бақылағанды жақсы көреміз. Өйткені олар бізге музыка сыйлайды емес пе? Ал музыка бізге өмірде көмектеседі. Әлемге әйгілі Абба атты швед тобы келесі жылы 5 жаңа әнін шығаруды жоспарлап отыр. Бұл туралы танымал радиостанция подкастысының жетекшісі Джефф Ллойд хабарлады. Бейне байланыс арқылы Ллойд Ульвеуспен сөйлескенін айтып өтті. Және сөз барысында музыкант топтың 5 композициясы бар екенін айтып берген. Оларды өткен жылдың соңында шығару жоспарланған екенін. Алайда техникалық күрделіліктердің, ал кейін пандемияның себебінен релиздерді ауыстыруға мәжбүр болған. Бірақ ол маған Аббаның жаңа музыкасы 2021 жылы шығады деп сөз берді, деп басып айтты подкаст жетекшісі. Абба тобының соңғы альбомы 1982 жылы шыққанын айтып кеткен абзал. Ұжымның кейбір жарыққа шықпаған әндері 90 жылдары жарияланған болатын. Карантинде отырған әр елдердің музыканттары әйгілі композитор Ахмет Жұбановтың «Қарлығаш» әнін орындады. Бұл оқиғаның қазақ кәсіби әуенінің негізін қалаған сазгердің туған күнінде болғанын айтуға тұрарлық. Ахмет Жұбановтың шығармалары көптеген жылдар бойы әлемнің әртүрлі елдерінің кәсіпқойлары мен өнер сүйгіштерін біріктіріп келеді. Сондықтан филармония әртістерінің онлайн концертке қатысу туралы ұсынысын 20-дан астам мемлекеттің музыканттары қолдады. Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Түркия, Үндістан, Тайвань және де басқа да елдердің кәсіпқой музыканттары «Қарлығаш» және «Ақ көгершін» әндерін орындады. Желіде 38 жастағы Бейонсенің The Lion King альбомына енген және Арыстан патша фильміне саундтрек болған Brown Skin Girl'дың әніне жазылған клипінің премьерасы өтті. Бейнебаянның композициясында қара нәсілді әйелдердің сұлулығы мадақталады. Әнші өзінің анасы Тинаны, 2 қызын және бірнеше жұлдыздарды түсірді. Клипте Наоми Кэмпбелл, Лупита Ньонго, Келли Роуланд пайда болады. Әннің жазылуына Бейонсенің үлкен қызы 8 жасар Блу Айви Картерде қатысты. Оған бұл жұмыс бірнеше музыкалық марапаттар әкелді. Биылғы жылы 10 анасымен бірге Бет Эвардс 2020 лауреатының қатарынан табылды. Ал бір жыл бұрын Soul Train Music Awards'тың сыйлығымен марапатталған еді. Brown Skin Girl клипінде қара тері реңктерінің сан алуандығын көрсету өте маңызды болды. Біз осы бейнебаянның әрбір кейіпкері бекзат болып көрінгенін қаладық. Әрі біз бәріміз бірге екеніміз маңызды, деді Бейонсе. Осы айдарда біз қазақстандық әртістерге қоңырау шалып, олардың шығармашылықтағы жұмыстары қалай және қандай жоспарлар белгіленгенін сұрайтынымызды көбісі енді біледі. Бүгін біз Әлішер Каримовқа қоңырау шаламыз. Әлішер, сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Не қалай? Көңіл күйің қалай, Әлішер? Жақсы, жаман емес, құдайға шүкір. Өзіңізді позитивке қалай айтсам болады. Шақырып тұрмын дейсіз ғой? Ой, естілмейді. Позитивке өзімді шақырдым дейсіз ғой? Иә, әрине. Өте дұрыс. Карантинді қалай өткіздіңіз, Әлішер? Біріншіден, карантин әлі біткен жоқ, барлық жерлер ашылып, тек шоу-бизнесқа рұқсат берілген жоқ, сондықтан біз үшін карантин біткен жоқ. Бірақ сіз сонда да Instagram желісінде TikTok түсіріп, жақсы көңіл күйде өткізген секілдісіз. TikTok түсірмейтін көп болды, Instagramға да қазір жиі кірмейтін болдым, білмеймін неге. Не себептен, мүмкін қазір көбірек студияда жұмыс істеп отырмын. Жаңа әндер, жаңа
Жаңа Басқа әндер, тілдерде жаңа тек тректар қазақша- жазып тек жатырсыз ғой қазақша демек. тілдерде емес. Аха, түсінікті. Жаңа әндеріңіз қашан шығады? Так, мен сізге айтайын, 3-4 күннен кейін. Вау. Біріншісі, 1-2 аптадан кейін тағы біреу. Сондай күз әнге толы болады деп ойлаймын. Және де концертке толы болады деп үміттемін. Өте керемет. Әлшер, сіздің қызықты жауаптарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сізге тек қана Болды ма? жақсылық тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Міне, Ньюзон жобасы өзінің қисынды мәресіне жетті. Және де ол сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Өйткені бұл ең соңғы жаңалықтар болды емес пе? Осы уақыттың ішінде сіздермен бірге болған мен, Гүлвира Ибраева. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Көріскенше.